5 класс, 3 модуль, 3-4 урок. Қызғалдақты сақтайық. Страница 55. Задание 4. Кең байтақ қазақ даласы табиғи байлықтарға, алуан түрлі өсімдікке аса бай. Соның бірі даланың сәні, көктемнің белгісіндей болып шығатын қызғалдақ. Біздің жерімізде қызғалдақтың 32 түрі кездеседі. Оның 12 түрі эндемикалық, яғни тек қазақ жерінде ғана өсетін қызғалдақ саналады. Сондықтан Қазақстан қызғалдақтың отаны аталады. Қай ел қызғалдақтың отаны деген сұрақ бойынша талас та бар. Дүние жүзінде қызғалдақтың тұқымын алып, өсіріп жатқан ел көп. Бірақ Қазақстандағы қызғалдақтар табиғи, таза, көп жылдық өсімдік саналады. Сондықтан олар хош иісті, айналасына ерекше жұпар шашып тұрады. Олардың биіктігі 30-35 сантиметр болады. Қызғалдақтың түстері де алуан түрлі болып келеді. Қызыл, сары, қызғылт, қызыл сары және тағы басқа. Қызғалдақтардың ішінде көп кездесетіні қызыл және сары түстілері. Біздің жерімізде өсетін қызғалдақтардың 18 түрі қызыл кітапқа тіркелген. Сондықтан қызғалдақтарды көздің қарашығындай сақтау керек.